3500 жыл бұрынғы қазақ мемлекеті. Көптеген дереккөздер, соның ішінде сына жазулы мәтіндер, қазақ этносының терең әрі көне тарихын айғақтайды. Бірқатар зерттеулер көрсеткендей, қазақ, қасақ, скиф сақ, кун сақ және қыпшақ этнонимдері ұзақ тарихи кезең бойы көптеген түркі халықтарына ортақ атау ретінде қолданылған. Бұл халықтардың қатарына атап айтқанда Алтай, Сувар, немесе Чуваш, Қыпшақ, Құман, Қарашай-Балқар, Ноғай, Қырғыз, татар және басқа да түркі тектес этностар кіреді. Ерекше назар аударуға лайық ежелгі халық Каски немесе Касоктар шамамен 3500 жыл бұрын қазіргі Түркия аумағындағы Анатолияда, яғни Қара теңіздің солтүстік шығыс және оңтүстік жағалауларында өмір сүрген. Шамамен 3900 жыл 9 ғасырын өмір сүрген хет патшасы Тутхалия II дәуірінің сына жазбаларында бұл халық туралы нақты мәліметтер кездеседі. Айта кетерлік жайт, Каски тілінде жаратушы құдайды Дингир деп атаған. Бұл қазіргі қазақ тіліндегі тәңірі сөзімен мәндес. Ал күн құдайының аты Арина, қазақтың арай сөзімен мағыналас, бұл таң шапағы немесе жарық дегенді білдіреді. Ай құдайының аты Кушак немесе қазақ деп берілген. Бұл атаудың сакральды, киелі сипатын білдіруі мүмкін. Византия грек дереккөздерінде қасқа қоныстанған аймақ Казахия атауымен танылған. Жазба деректерде Каспий мен Қара теңіздің арасын мекендеген Косак атты халық жайында да айтылады. Византия императоры Константин Багрянародный жеті, 10 ғасыр жазбаларында дәл осы өңірде орналасқан Казахия мемлекеті туралы мәліметтер келтіріледі. Тарихи деректерге сәйкес, сол кезеңде осетиндер Шеркеш немесе адық тайпаларын Касак деп атаған. Айта кету керек, мұндай атаулар қазақтың кейбір дәстүрлі әулеттері құрамында бүгінгі дейін сақталған. Сондай-ақ қазақтар жөнінде 10 ғасырда өмір сүрген араб тарихшысы Әл-Масуди де өз еңбектерінде жазып қалдырған. Бұл мәліметтер қазақ этнонимінің орта ғасырларда тек түркі әлемінде ғана емес, сонымен қатар одан тыс аймақтарда да кеңінен танымал болғанын көрсетеді.